аралас сандарды қарастыратын боламыз. Оларды қосуды, азайтуды, көбейтуді және бөлуді меңгерейік. Аралас сан дегеніміз, мысалы, бірінші суретте қарайтын болсақ, бір бөлік толық боялған бір шеңбер. Одан кейін екінші шеңбердің 4-тен 3-і боялған. Оны біз 4-тен 7 деп бұрыс бөлшек түрінде жазатын болсақ, ал аралас сан түрінде ол 1/4-тен 3 деп жазылады екен. Мына екеуі бір-біріне тең. Келесі суретте де бір шеңбер толық боялған, яғни 1/8, келесі шеңберде 8-ден 3 бөлігі боялған. 1/8-ден 3 болады екен. Тағы төмендегі суретте де 16 бөлікке бөлінген шеңбер. Одан кейін бір шеңбер толық боялған, ал екіншінің 16-дан 9 бөлігі боялған. Бұрыс бөлшек түрінде ол 16-дан 25 болады. Енді мысалы осы 8-ден 11, 16-дан 25 деген аралас сан түрінде жазатын болсақ, 11-ге мен 8-ді бөлемін ғой. Мынау бүтін бөлігі аралас санның. 1-ден бердік, 8 азайтамыз, 3 қалды. Сонда 8-ден 11-іміз тең, бүтін бөлігі 1 ғой. 1 бүтін, бөлшек сызамыз, бөлімі 8, 8-ге бөліп тұрмыз. Одан кейін қалды қалымына жазылады 3 болып. 16-дан 25-те де 16-дан 25 тең, 25-ге бөлемін 16-на деген сөз ол. 1-ден береміз, 16 азайтамыз, бізде 9 қалады. Мына жер бүтін бөлігі болады. 1 бөлімі 16-ға тең, 16-ға бөліп жатырмыз. Ал алымына қалдықты жазамыз, қалған 1/16-дан 9 болады. Енді осы аралас сандарды қосу және азайтуды қарастырайық. Бұл алдыңғы тақырыптан көп айырмасы жоқ, тек бүтін бөлікке қосылады, бөлшек бөлігі бөлшек бөлікке қосылады. Мына жерде бөлімдері бірдей болған жағдайда бұл. Бірінші мысалда бөлімдері бірдей, 1/5-тен 3, мында да 5 бөлімі, екіншісінде 2/5-тен 1 бөлімі 5. Онда бүтін бөлік, яғни 1 бүтін бөлікке 2-ге қосылады. 1-ге 2-ні қоссақ 3. Енді 5-тен 3-ті бөлшек бөлікке қосылады. 5-тен 1-ге қосамыз. Бөлімдер бірдей болғандықтан бөлімі өзі жазылады. 5 өзгеріс қалады. Алымы 3-ке 1-ді қосатын болсақ 4 болады. 5 табады. 9 өзі жазылады. 5 шығады екен. Бөлімдері әртүрлі. Үшінші мысалда. 6 мен 8-дің ең кіші бөлімі 3-тен береміз. Сонда мына 4-тің бүтін бөлікке қатысы жоқ, ол алымы мен бөліміне көбейтіледі. 5-тен 4, 5 көбейту 4, 6 көбейту 4, қосылған 2/8-ден 3-ке, алымына бөліміне де 3-ті көбейтеміз. Сонда тең болады 4/24-тен 20 қосылған 2/24-тен 9. Мынау жаңағы жоғарыдағы мына түрге келді ғой, бөлімдері бірдей болды. Ондай жағдайда бүтін бөлікке қосылады. 4-ке 2-ні қостық 6, одан кейін 24-тен 29. Мына жерде бізде бұрыс бөлшек шығып қалды, 24-тен 29. Ондай жағдайда 29-ға бөлеміз 24-ті, 1-ден 24, 5 қалды. Мынау бүтін бөлік 6 ғой, 6-ға қосамыз 1/, аралас сан түрінде жазатын болсақ, 24-тен қалдыға 5 қалды, демек алымы 5. 1/24-тен 5-ті 6-ға қосамыз. Сонда 7/24-тен 5 деген түрде болады екен. Келесі азайту алымдары, бөлімдері әртүрлі. 8-ден берем, мында 8-ден берем. 6/24
3-ке көбейтсек 24, 7-ге 3-ті көбейтсек 21, азайтылған 4 бүтін, 3-ке 8-ді көбейтемін 24, 2-ге 8-ді көбейтемін 16. Тең бүтін бөліктен бүтін бөлік алынады, 6-тан 4 алсақ 2, 24 өз жазылады, бөлімдер бірдей. 21-ден 16, яғни алымдарын азайтамыз. 21-ден 16-ны азайтатын болсақ, бізде 5 шығады екен. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін азайтуда. 9-дан, мысалы, натурал саннан араластанды азайтатын болсақ, 9-ды мен жазалам 8 бүтін 10 деп. 10 деп жаздым, себебі мына жерде бөлімі 10 тұр. 8 бүтін 10-10 деген ол 8 қосылған 10 бөлу 10 деген сөз ғой ол. Ал 10-ға 10-ды бөлсем менде 1 шығады. 8 қосу 1 тең 9. Я? Азайтамыз 6 бүтін 10-3-ті. Әрі қарай уже білесіздер, оңай бүтін бөліктен бүтін бөлікті азайтамыз 2, 10-нан 3-ті азайтамыз 7. Көбейтетін болсақ, алымында бөлімінде 9-ға 45-тен 9 азайтылған 3 бүтін 45-тен 20. Енді қарайық. Біз бүтін бөліктен бүтін бөлік алынады дедік, одан кейін алымдарын азайтамыз дедік. Бірақ мына жерде 9, мына жерде 20 ғой. 9-дан 20-ны біз алып бірден азайта салмаймыз. Оны біз былай жазып аламыз. 8-дің бүтін бір бөлігін мен мына жаққа берем. Сонда былай жазам. 8-дің бір бөлігін алып тастасам 7 қалады. 7 қосылған бір бөлігі ол 45-тен 45. Я? 8 шығады. Осында қосылған 45-тен 9. Азайту 3 бүтін 45-тен 20. Тең. Енді қарайық. 7 қосылған, мынау 45-тен 45, қосылған 45-тен 9, онда 45-тен 54 шығады ғой. 54 шығады. Сонда мынау, мына жерде қосу жазбай қойын. 7 бүтін 45-тен 54-ке айналып кетті. Енді азайталам мен 3 бүтін 45-тен 20-ны. Бүтін бөлікті алам 4, 45-тен 54-тен енді 20-ны азайталам. 54-тен 20-ны азайтсақ 34. Осылай шығарады екен біз. Келесі кезекте алдыңғы тақырыпты айтуға ұмытылып кетіпті. Жай бөлшекті натурал санға көбейту. Ондай жағдайда біз кез келген натурал санды, бөлімі 1 болатын жай бөлшек түрінде жазаламыз дедік. Сонда әр қарай алымына көбейтіледі, бөлімі 1-ге көбейтіледі. Яғни өзі ғой. Мысал үшін 4-тен 7 көбейтілген. Жағдайда 4-тен 7-ні көбейтем 1-ден 9-ға деп 9-ды мен жай бөлшек түрінде жазып алам. Әрі қарай 7-ге 9 көбейтіледі, 4-ке 1 көбейтіледі. Немесе натурал санды, мысалы 5 бөлінген 12-ден 7 дейік. Бұндай жағдайда тоже 1-ден 5 деп жазып алам. Формуланы аяқта кетейік. Бұдан А тең 1-ден N көбейту. Бұдан А-ны мен А-дан Б деп оған кер түрде алам. NB А. 1-ден 5 көбейту, мысалға оралатын болсақ, 12-ден 7-ге кері сан 7-ден 12 болады. Сонда алымына бөліміне көбейтіледі. 7-ден 60 деген жауап шығады екен. Әрі қарай, ондық бөлшектерді көбейту, бөлу еш қиындығы жоқ. Тек алып, ондық бөлшекті жай бөлшекке, ондық бөлшек деппін ғой, араластанды жай бөлшекке айналдырамыз. Бірінші мысалда, мысалы 3 бүтін 5-тен 2 жай бөлшек айналдыру үшін 5 бөлімі жазылады. Бүтін бөлікке көбейтіледі. Бөлімі 5-ке 3-ті көбейтеміз, оған 2-ні қосамыз. 5 жерде 3 15, 2-ні қоссам 17.
көбейту 4. Алты жерде 4 24. Оған 1-ді қоссам 25. Мына жерде мен қысқарта аламын. 1, 5 тең 4. Жеті жерде 5 35. Үш ойда 85. 4-тен 85 жауап. Мына жерде де еш қорқатыны жоқ. 2/3-тен 1-ді жай бөлшекке айналдыратын болсам 3 бөлімі өзі жазылады. 3 пен 2 бүтін бөлік көбейтіледі. 6, оған қосам 1-ді 7 шығады. Көбейту 5-тен 2. Сонда 15-тен 14 деген жауап шығады екен. Келесі кезекте айналдырам. 5 бөлімі өзі жазылады. 4 жерде 5 20. Оған 2-ні қосамын. 22 бөлінген 9-дан 9 жерде 9, оған 7-ні қосам 16 тең 5-тен 22-ге бөлу бізде көбейту арқылы орындалады. Көбейтеміз 9-дан 16-ға кері бөлшек. Ал мен бөлімнің орнына ауыстырсақ 16-дан 9 болады екен. Әрі қарай қысқартып есептеп аласыздар. Мында 7-ден 4 бөлу араластанда айналдырамыз жай бөлшекке. 3 жерде 1 3, 2-ні қоссақ 5. Тең болады 7-ден 4 көбейтілген 5-тен 3 болады. 35, 4 жерде 3 12. Осылай шығарады екенбіз. Келесі сабақта енді осылай ондық бөлшектерді қарастыратын боламыз.